Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы деп ойлаймын. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Отбасы татулығы деп аталатын сабағымызды жалғастырамыз. Адамға өмірде ең қымбаты отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық болғанда бірлік болады. Бір-бірін аялап кешіре алатын, түсіне білетін отбасы берік болады. Сабағымыздың дәйек сөзі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Халық мақалы. Дәйек сөздің мағынасын түсіну үшін мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Отбасынан қандай үлгі алуға болады? Отбасынан қандай қасиеттерді аласыздар? Отбасы адамды тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы ата-анасы. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген ата-бабамыздан қалған асыл сөздің сырына үңілер болсақ, бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Ата-анаға баладан жақын ешкім жоқ. Сондықтан қай ата-ана болсын, баласының білімді, әдепті болуын армандайды. Ал енді балалар, Әбді Шынбатыровтың «Ағаның хаты» әңгімесін тыңдайық. Ағаның хаты. Әбді Шынбатыров. Бір бөлмеде екеуміз ғана тұрамыз. Бір-бірімізден жасыратын сырымыз жоқ, жасымыз да шамалас. Ол ақжарқын жігіт, дос дегенде еш нәрсесін аямайтын жан. Мен оның еңбекшілдігіне қайран қаламын. Қашан көрсең де том-том кітапты жан жағына жинастырып қойып, сарылып оқып отырғаны. Кей кезде өз-өзінен жымиып қояды. Жаны рахат тауып отырғанын сезе қоямын. Сабақтан кешірек келсем, әбен столда қағаз жазып отыр екен. Алғашқыда ыңғайсызданды ма, қағазын қолымен қалқалай берді. Сәлден кейін оқып көрші деді. Өзіміз салдыр-салақ, желе жортып жаза салатын кәдімгі хат. Әбеннің ұқыптылығы сол, оның өзіне ерекше мән беріпті. Ербол, білесің бе дейді ол маған. Өткен жылы әкей қайтыс болғанда, қыздың кенжесі Нүрила небәрі 12-де ғана болатын. Ешкім бетінен қақпай еркелеткендіктен бе, онша ақыл тоқтата қоймағандай көрінуші еді маған. Ал биыл көп өзгеріпті. Сабағын жақсы оқып, апасына бар шаруада көмектеседі екен. Түсіне қойдым, бауырға деген мейірім. Хат мынандай еді. Айналайын Нүрилаш, сабағыңды жақсы оқып жүрсің бе? Хатыңды алғанда бауырластық сезімнің ерекше бір толқыны кернеді ме? Шалқып кеттім, толқып кеттім. Қысқасын айтқанда қатты қуандым. Көп оқы ізден. Сонда дүниенің бар тетігін білетін боласын. Өзіңді өзің тәрбиеле. Өтінерім, аса мақтаншақ болма. Бұл өзі өмірдегі өрескел, жарамсыз мінездің бірі. Барынша сабырлы, салмақты, ойлы болғаныңды қалаймын. Үлкенді сыйла, ананы құрметте, жібектей мінез, іскерлік, ақылдылық қашаннан да қазақ қыздарына тән. Міне осылар өміріңе гүл болып өріліп, тал бойында жарасымын тауып тұрсын депті. Жақсы кітап оқығандай сүйсініп қалдым. Соңында сабағының жақсы екендігін жазыпты. Шынында әбен факультетте оқу озаты. Хатты өзіне қайтарып бердім. Маған да көп ой салды. Әбен столға қайта отырды да, енді конверттің сыртына адресін жазды.
Нүрилаш, қатты алғанда сөз жоқ шаттанасың. Бал бұл жанған сол сәттегі жүзіңді, ойлы бейнеңді еш уақытта көрмесем де көз алдыма елестетемін. Бақытты екенсің, айналайын. Алдыңда ойлылыққа шақырған әбендей үлгілі ағаң бар. Алыс ауылдағы бауырларымды ойлап, мен де елжіреп кеттім. Ал енді балалар, мәтін желісі бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Әбеннің Нұрилаға хат жазуының себебі неде? Әбен Нұрилаға қандай ақыл айтты? Аға ақылынан қандай үлгі алуға болады? Өзіңіз іні қарындастарыңызға қандай ақыл кеңес айтып жүрсіз? Ал енді тәрбиенің ең тамаша мектебі отбасы бейнеролигін көруді ұсынамын. Мам, Мам, екі сабақтан кейін ауырып жатырмын деп сұрап кетейші. Не үшін? Жаттау беріп еді, жаттап үлгере алмадым. Не істедің кешелі бері жаттамай? Ой, мам, ұрса бермеш. Итак апайлар ығырым шарт. Бопты. Сосын өткендегідей біреуден таяқ жеп тұрмай ұрсай? Балам, кешегі қайталанбасын, жарай ма? Анашым, олар өздері бастап тиісті ғой. Өздері тиіссе де олардан алысырақ жүрші. Қалай жүрем? Бір сыныпта оқымаймыз ба? Балам, бері қарашы, жанжалдан, ұрыс-керістен аулақ болшы. Бізді ұятқа қалдырма. Жаттауыңды ұмытып қалма. Мам, екі сабақтан кейін сұрап кетейші. Жарайды. Бірақ ауырып тұрым деме. Ауру деп ойлап қалып жүрер. Ал жібермей жатса маған звонда. Апайың жан шығарам. Ес. Ақша берші. 200 теңге саған, бұл барып қайтуыңа және ыстық пирожкиіңе жетеді. Қарның ашса, өзіңнен аяма. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Екі отбасы тәрбиесінің балаға әсері қандай деп ойлайсыздар? Сіздер қай отбасында тәрбиеленуді қалар едіңіздер? Адамның қандай қасиеттері жақсылыққа жетелейді? Ата-ананы құрметтеу туралы. Ей перзентім, ата-анаңды ешқашан ренжітуші болма. Олардың көңіл күйіне қаяу салмаңдар. Сені жан тәнімен жақсы көріп, тәрбиелеп жүрген ата-анаңның көңілін қалдыратын құттайда іс жасаушы болмаңдар. Кім-де-кім ата-ананың жақсылығын білмесе, басқа біреудің жақсылығын да бағалай алмайды. Перзент жеміске, ата-ана жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де дәмді, жақсы болады. Ал енді балалар, шығармашылық тапсырманы орындап көрейік. 3-ші тапсырма. Тірек сөздерді пайдалана отырып, кішілерге арнап хат жазыңыздар. Қажетті сөздер: еңбексүйгіштік, мейірімділік, әдептілік, жақсылық, сыпайылық, сыйластық. Өз жобаңызды іске асырыңыз. Жобаның дайындық барысын күнделікке сипаттап жазыңыз. Жоба орындау кезінде топта қандай қарым-қатынас орнады? Жобадағы топпен жұмыс жасау барысында қандай қасиеттеріңізді дамыта аласыз? Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Ұлт өмірінің іргетасы негізін қалаушы отбасы болса,
отбасының іргетасы бала, ал бала отбасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ер жетеді. Отбасында бақытты болыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.